Қайырлы күн, мен бүгін сіздерге үй жағдайында жасалынатын чекен жасаймын. Бізге керекті голен, тауықтың аяқтары, яғни голен дейді ғой. Жақсылап жуып, тазалап, маринаттаймын. Маринатқа тұз керек, корейский тұз керек, паприка керек. Паприка бізде острый болса жақсы. Менде острый болмағаннан кейін қызыл бұрыш қосып, жақсылап араластырып, маринаты сіңу үшін мен 3 сағатқа бетін жауып қоямыз. 3 сағаттан кейін алып, бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаны араластырғаннан кейін бұл 2-3-4 минуттай тұрса, өте жақсы болады. 3-4 минуттан тұрғаннан кейін осындай ұнға екі жағын барлығын ұнға батырып, ұнға малып, осылай барлығына ұн жақсылап сіңу керек. Осылай ұнға аунатып алғаннан кейін бөлек бір ыдысқа салып қоямыз. Қатты қызбаған майға екі жағын пісіріп аламыз. Бір жағын мен 15 минут, екінші жағын 15 минут пісірдім. Бірден бұлай қозғамаңыздар, маринат түсіп қалады. Осылай кереметтей сочный әрі хрустящий болып пісті. Өте дәмді. Видео ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Үлкен рахмет.